іс-әрекетімізде біз ұлттық құндылықтар туралы айтатын боламыз, иә балалар? Иә. Балалар, көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Өте тамаша. Ал енді балалар, біз ұлттық құндылықтар туралы мына жерде мен сендерге күштілік көрме жасап қойдым. Кәне, осы көрме бойынша кім маған не көріп тұрғанын айтып береді? Кәне, Айым, мұнда не көріп тұрсың? Ұлттық тағамдар. Қандай ұлттық тағамдар көріп тұрсың? Бауырсақ. Құрт. Жақындау келе ғой. Ірімшік. Сосын балалар көмектесеміз. Наурызбай, қазы, қымыз. Рахмет. Ал келесі біздің буклетімізде кім не көріп тұр? Киіз үй. Жабдықтарын көріп тұрмыз, иә? Киіз үйдің несі болады екен? Шаңырағы. Өте жақсы. Келесі салт дәстүрлеріміз. Кім айтады біздің? Қандай салт дәстүрлеріміз бар? Салт дәстүрлерімізді кім айтады? Шілдехана. Сау кезу. Өте тамаша. Ал мұнда балалар ойын ойнап отқан екен. Бұл біздің ұлттық ойындарымыз екен. Қандай екен? Асық ату. Алтыбақа. Күресу. Өте тамаша. Аударыспақ. Келесі ұлттық аспаптар. Қандай ұлттық аспаптар көріп тұрсыңдар балалар? Домбыра, қобыз, сосын жетіген, иә? Ал мұнда не көріп тұрсыңдар? Ұлттық киімдер. Ұлттық киімдер. Қандай ұлттық киімдер екен? Қандай ұлттық киімдер екен? Сәукеле. Тақия. Ал келесі біз әшекей бұйымдар көріп тұрмыз, иә, ұлттық? Қандай әшекей бұйымдар білесіңдер? Шашбау. Сосын? Сақина. Рахмет балалар. Мына жерде әдемі сандық бар екен. Сандықтың ішінде не бар екен? Көрейікші кәне. Сандығымыздың ішінде торсықтарымыз бар екен. Ал енді балалар, біз бірінші торсықтың тапсырмасын орындауға дайынсыңдар ма? Иә. Біз бірінші торсықтың тапсырмасы бойынша алдымызда әдемі текеметтер бар екен, иә? Осы текеметтердегі оюды құрастырып қана қоймаймыз. Ою неше бөліктен тұрады? Соны айтатын боламыз. Және оның түсі қандай? Және ою қалай аталады? Оюдың атауын айтатын боламыз, иә, балалар? Су деген ойын бар, ою жарайды. Қане, ал енді құрастыра қойыңдар. Ал енді оюды құрастыра қойыңдар. Сендер оюды құрастырыңдар, иә? Әлдер айта қойшы кәне. Сенің оюңның аты қалай аталады екен? Су оюы екен. Неше бөліктен тұрады екен? 4 бөліктен тұрады екен. Түсі қандай екен? Жарайды. Айсұлу, оюңның аты қалай аталады екен? Қошқар мүйіз. Неше бөліктен тұрады екен? Түсі қандай екен? Тамаша. Ал енді Айым, сенде қандай ою екен? 5 құлақ, тамаша. Неше бөлікке бөлінеді екен? 5 жасы. Қандос. Оюңның аты қалай аталады екен? Жұлдызша. Неше бөлікке бөлінеді екен? 4 бөлікке бөлінеді екен. Түсі қандай екен? Қызыл. Тамаша. Әдемі өзіміздің жасаған текеметімізді, оюымызды кәне біз көрмеге қоятын боламыз. Кәне келе қойыңдар балалар. Айсұла келе қойыңдар. Ислам. Әділет әкеле қойыңдар. Кәне. Ою құрастырған ұнады ма? Иә. Олай болса, біз сандығымыздағы
екінші торсығымыздың тапсырмасын орындайтын боламыз. Иә, балалар? Қане, екінші тапсырманы біз тыңдайық. Суретке қарап, тақпақты тап ойыны. Мнемокесте арқылы тақпақты экранға шығарамыз, және бұл экранға жақсылап мұқият қараймыз. Кестеде берілген суреттерді атап құрастыратын болсақ, тақпақтың жолдары шығатын болады. Енді балалар, міне бізде экранда мнемокестемен тақпақ берілген екен. Қане, осы тақпағымызды кім айтады екен? Мен. Қане, шыға ғой, Жандос. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан, балығы ұлттық баласы, достығымыз сарашқан. Ал енді балалар, бізге Жандос дұрыс айтты ма екен? Біз QR-кодтан көретін боламыз, иә балалар? Төбемізде бір аспан, балығы ұлттық баласы, бірлігіміз жарасқан. Рахмет, балалар. Басқа қандай тақпақ білесіңдер? Отан туралы тақпақ білесіңдер ме? Иә. Қане айта қойыңдар шыққанды? Отан менің ата-анам, отан менің достарым, отан менің астанам, отан менің ауылым. Рахмет, балалар. Мен тақпақ айтып, сурет пен сөзді достастырып, иә балалар? Иә. Сөйтіп тақпақ айтып, ал енді келесі бізде бір бойымызды тергіп алайық. Келістік қой балалар, иә? Иә. Қане, экранға қараймыз. Қане, фильмді қайталайтын боламыз. Құс тұмсық деген. Қане, тастабан. Тастабан ұйымның қимылын жасап жатырмыз. Балалар, біз сандығымыздағы үшінші торсықтың тапсырмасын орындаймыз. Ал үшінші торсықтың тапсырмасын мұқият тыңдаймыз. Қошқар мүйіз оюы. Сендерге қазір мен қошқар мүйіз оюының суретін алдыларыңа қойып қойдым. Біз дәстүрлі емес әдіспен осы қошқар мүйіз оюын желіммен, дәстүрлі емес әдіспен жіптермен жабыстыратын боламыз, иә балалар? Бірінші, біз қошқар мүйіз оюына әдемілеп желіммен жағып аламыз желімді, содан кейін үстіне жіппен жабыстырып шығамыз. Келістік пе балалар? Иә. Қане олай болса бастайық. Жасағандарын көріп шығайын. Кәне, Айым, Алия, Айсұлу, Жандос, Ислам, тамаша. Ал енді осы біз жасаған қошқар мүйіз оюымызды көрмеге қоятын боламыз, иә балалар? Ұнады ма сендерге? Иә. Біз жасаған жұмысымызды көрмемізге әкеп қояйық. Кәне, әкеле қойыңдар. Өте әдемі шықты, иә? Сандығымыздағы ең соңғы торсығымыздың тапсырмасын орындайтын боламыз. Кәне, бізге қандай тапсырма беріпті? Ал енді балалар, біз қазір сендермен ойын ойнайтын боламыз.
ойынымыздың аты түрлі түсті асықтар деп айтылады. Ал енді ойынның шартын түсіндіріп өтейін балалар. Ал енді балалар қараңдаршы кәне. Мына жерде менде түрлі түсті асықтар берілген стол үсті ойыны. Ал енді осы ойында біз мында кубиктарымыз берілген, иә? Мына кубиктағы кубикті лақтыру арқылы біз ойынды ойнайтын боламыз. Мысалы біз кубикті лақтырып қалсақ, қызыл түске түсті ма, қызыл карточкадегі асықты ашып, қандай ойын берілген, соны ойнайтын боламыз. Иә, балалар? Ал енді келе қойыңдар. Шеңберге. Айналып столда айналып тұра қалыңдар. Ал енді балалар, бұл ойынның шарты біз мына кубикті лақтыру арқылы қай түске түсетін болса, соны карточканы ашатын боламыз. Содан кейін сол ойынды ойнайтын боламыз. Иә, балалар? Олай болса, бізде қандай түс түсті? Қызғылт сары. Кәне қызғылт сарыны ашайықшы, кәне. Қандай ойын екен? Күрес. Қандай күрес? Қол күрес екен, иә? Олай болса, сендермен қазір біз қол күрес ойнайтын боламыз, иә? Кәне, 1-2-3 басқа. Және бір рет көрейікші, кәне тағы. Сол ұстап аламыз. Кубикті және лақтыратын боламын, иә балалар? Қандай түсті? Қызыл карточканы ашылды. Көтермек ойын екен. Ал олай болса біз көтермек ойын ойнаймыз, иә? Ал енді келе ойнаймыз. 1, 2, 3. Қане? Мына жақтан түсін, мына жақтан. Ал бүгін біз не жұмыс жасадық? Бүгін күніміз қалай өтті? Ұлттық ойындар ойнадық, күрестік. Және? Мемокесте таппа айттық. Және не істедік? Түрдік жаттыздық. Және? Асық ойын ойнадық. Сосын? Жоқ. Ұлттық ойынларын жабыстырдық. Жабыстырдық. Ислам, тағы не істедік? Әділет? Ойын ойнады ұлттық. Және? Және не істедік бүгін? Қағазға жабыстыру. Қысай бейнәсіз жабыстырдық. Сосын? Текеметке? Оюларымызды құрастырдық. Құрастырдыңдар ма балалар? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз ұнады ма? Олай болса, мен сендерге қазір кәне мұқият тыңдаймыз. Барлықтарына бір асық беремін. Ал бүгінгі іс-әрекетіміз ұнаған болса, қызыл қоржынға саласыңдар. Ал егер сендерге түсініксіз болса, онда көк қоржынға саласыңдар. Иә, балалар? Кәне? Ары қоржынға салып келе қойыңдар. Сала қойыңдар. Қоржынға сала қойыңдар. Қоржынға сала қойыңдар, балалар. Қоржынға саламыз, балалар. Менде қызыл. Қоржынға сала қойыңдар. Менің жұмыстарым ұнады, балалар. Маған айымның ойын жабыстырғаны ұнады. Ал сендерге ше? Маған асық ойын ойнағаны ұнады. Жандостың күрескені ұнады, қол күрескені. Тамаша. Және кімге? Ойынларды құрастырды, иә, бізге? Әлия. Маған Әлиярдың ойын құрастырғаны ұнады, текеметке, иә? Ал Ислам? Және кім? Немокестемен тақпақ айттық. Ал біздің сергіту сәтіміз ұнады ма сендерге? Біз қандай ойын? Ал енді сендерге балалар үйге тапсырма. Мұнда QR-кодтар беремін. QR-кодтарды үйде сендер QR-кодты сканерлеп, осы немокестедегі тақпақты жаттап келетін боласыңдар. Иә, балалар? Ал енді балалар сендерге ұнады ма? Иә. Рахмет сендерге балалар.